Қайғылы жағдайлардың негізгі себебі ересектердің балаларға қатысты қауіпсіздік ережелеріне немқұрайлы қарауы болып табылады. Құрметті ата-аналар, сіздерді келесі іс-шараларды есте сақтауларыңызды сұраймыз. Баланың бақытсыз жағдайын аулақ болу үшін терезе алдына баланы мінгізуге болмайды. Москитті торлар құлаудан құтқару үшін арналмаған, өйткені олар өте берік емес және олардың мақсаты өзгеше. Жас балалардың терезелерге, лоджиялар мен балкондарға кіруін шектеу мақсатында терезелер алдындағы орындықтарды, үстелдер мен өзге де жиһаздарды алып тастау қажет. Балконға арналған есік немесе терезе жақтаулары кәмелетке толмаған бала оларды аша алмайтындай етіп оқшаулануы тиіс. Ол үшін арнайы блокираторлар орналастыру қажет. Немесе тек терезе жақтаулары мен балкон есіктерінен тұтқаларды алып тастауға және қажет болған жағдайда пайдаланыңыздар. Балалардың өмірін сақтаңыздар.